Біріншіден, тәртіп керек. Сол проблема болмас үшін. Бірінші тәртіп, жауапкершілік керек. Ол қайдан пайда болды үлескер? Біріншіден, мемлекет сол құрылысшыға сенім білдірді дейік. Ол айтты, мен бизнес өкілімін. Мен осыны қатырып саламын. Маған жер бер. Мемлекеттің қазір doing бизнес деген білесіз ғой. Барьерлерді алып тастау керек, ешқандай кедергілер болмай қолдау керек. Ал қолдады бәрін. Сол сенімді ақтады ма? Сенімді ақтамай былай тұрсын, адамның бәрін алдап, алаяқтық жасап, түбінде түрмеге отырды. Жартысы қашып кетті. Енді қалған мәселе ол енді мемлекеттің мәселесі болып қалды. Ел өзіміздікі ғой, осы жерде тұрған екен, адамдардың бәрі қалды. Мысалға 52 тұрғын үй кешені бар. Ол тек қана 52 деген сөз 52 бір үй емес, 52 тұрғын үй кешені. Ол жерде былтырдың өзінде 15 мыңға жуық отбасы, өзіңіз қараңыз, 15 мыңға жуық отбасы, әр отбасында мысалы үшін кемінде 1, 2, 3 немесе 5 балаға дейін одан да көп балалар бар. Көбейте беріңіз. Соның бәрі алданып қалды, далада қалды. Қайда келеді олар? Қайтадан мемлекетке келді. Енді сіздер көмектесіңіздер, қолдаңыздар. Мынау котлованды қазғанда құжат жоқ, басқа жоқ, адамдардың ақшасын жиып алып, қалтасына салып кетіп қалған. Бірде-бір құжат жоқ. Ол енді үйді салу үшін бірінші жаңағы жобалық сметалық құжаттама керек. Оны тиісті, оны зерттеу керек, оның өзінің есептері болу керек. Сосын оған қаражат болу керек салу үшін. Адамдарды жұмылдыру керек. Ол оңай шаруа емес қой. Айттың, бітті. Сен өзің жеке үйді салу үшін қанша қиналасың? Солай емес пе? Үйді ремонттау үшін қанша бір отпуск алып, жартысы кетіп қалуы мүмкін. Солай емес пе? Ол да жетпей қалуы мүмкін. Ал енді үлкен тұрғын үй кешенін салу үшін оған үлкен дайындық керек. Біріншіден оған қолынан іс келетін адам жасау керек. Сондай алаяқтар өкінішке қарай болды. Енді жарайды, ол проблема бар. Оны шешу керек. Бір күнде шешілмейді ол. 2 күнде шешілмейді. 1 жылда да шешілмейді. Бірақ күнделікті біз соны біртіндеп оң шешім тауып келе жатырмыз. 2019 жылы 10 үйді іске қостық. 2,5 мың отбасы үлескер деп айтайық. Бір отбасыдан бір үлескер ғой. Оның артында жаңағы өзінің отбасы тұр ғой. 2,5 мың отбасы алды. Әрине қуанды олар. Биыл біз 20 тұрғын үй кешенін жоспарлап отырмыз. 20. Жылдың аяғына дейін. Жылдың аяғына дейін. Енді мынау карантинге қарамай енді біраз қиын болды. Әлге дейін қазір оңай емес. Себебі біраз құрылысшылар да ауырды. Оны жоққа шығарамаймыз біз. Сосын материалдарды шығаратын зауыттар бар, өндіріс құрылысы бар. Сосын барлық дүние біздің Қазақстаннан шықпайды. Басқа жақтан да келетіндер, мысалы үшін лифт бар, немесе басқа да. Соны енді қарап біз содан сабақ алуымыз керек қой. 8 мың үлескерге біз биыл кілттерін беру жоспарлап отырмыз. Әр үйдің статусы әртүрлі. Жаңа сіз айтқан шығыс жағалау ең бір қордаланған мәселелердің бірі. Фамилиясын айтпай қойын, ол көзі тірі жүр, адамдардың арасында ешқашан жоқ демейді. Келеді оған, мен оны ертіп барам қолынан жетектеп, міне адамдар сұрақ қойып жатыр, жауабын бер. Күнде айтатын мәселесі ол, берем дейді, адамдар өтірік айтып. Одан кейін бар біз араласуға тура келді. Мемлекет шығыс жағалаудың қазір жұмыстар басталды. Былтыр барлығы тұрып қалған. 3 мыңнан астам отбасы сол жерде үлескер. Қанша жылдар бойы күтіп отыр. Ең алғашқылар қазір 2004-те басталған. Сосын 2010-нан бері қарай 2012, 7-8 жыл кем дегенде күтіп отыр. Біраз адам кездескен кезде естік қой, қанша эмоция болды. Осы үйін көрем ба, көрмейм ба деп жүріп, о дүниелік болып кеткендер де болды, өкінішке орай. Сосын әлге дейін пәтер жалдап жүргендер бар. Соңғы ақшамызды осы жаңағы үлескер ретінде салып едік осы үйге деп. Содан біз айттық, бұны бақылауға алдық. Аз қаражат емес бұл жерде керек. Көптеген қыруар қаражат керек. Соның бәрін салдық. Қазір шығыс 1А, 1В деген бар. 2А, 2В ол комплекстің аты бар. 3А, 3В, 4 барлығында жұмыс басталды. Сосын жағалау бар, дөңгелек үй. Ол енді 90%-ға бітіп тұр, бірақ лифтісін қою керек. Сосын абаттандыруға біз енді өзіміз қаражат бөлдік. Соны бітірсек, сол тұрғындарымызға соны кілтін табыстап ішке кіргізсек, себебі барлығы мынау үйлерін келісімшартқа сәйкес бәрін толық бітпейді, себебі черновой, чистовой деген сөз бар ғой. Солай өздері кілтін алса, өзінің жеке меншігіне алса, ішіндегі енді тиісті жұмысын жасайды. Ондайлар да бар. Сол үшін бұл үлескерлер мәселе өте қордаланған мәселе. Былтыр жазы бойы осы жерде күнге 100-200 адам келеді. Аудиторияның бәрі толған, сенім жоқ.
Сондықтан біз айттық, сіздер бұл жерге келіп уақыттарыңызды бөлмеңіздер. Біз өзіміз барамыз. Күніге таңертең жетіп тұрып, сол үлескерден бастаймыз. Былтыр солай бүкіл үйлердің бәрін аралап шықтық. Сосын кешке екінші рет аралап өтеміз. Ол жай ғана барып бос уақыт кетіру емес қой. Келет 100 адам, 200 адам, 50 адам кемінде үлескерлер тұрып, сол жерде проблемасын айтады. Прям котлован тұр, мынау қазылған, үй жоқ. Мысалы үшін ол жерде 7 қабатты үй болатын болса, 9 қабатты үйдің ақшасын сатып жіберген. Түсініңіз ғой, немесе бір пәтерді 2-3 адам, немесе 5 адамға дейін сатып жіберген. Ол жерде ұят былай тұрсын. Адам деген ақшаны көргеннен кейін біраз адам соны алаяқтыққа барып, қылмысқа барған, қанша адамның тағдырына, қанша адамның өміріне зиян шегіп отыр ғой оның барлығы. Ешқандай бір сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Сол мәселені мемлекет шешіп жатыр. Сондықтан мынау территория комфорта деген үй бар. Бір. Ол жерде біз барып қараған кезде мамандар бетон сапасы сәйкес келмейді. Ішіндегі арматура қалыңдығы сәйкес келмейді. Жаңа бір-біріне бүйтіп қосылатын жерлердің барлығы сәйкес келмейді. Құрылыстың тілімен айтқан кезде ол енді стандартқа сәйкес келмейді. Ол адамдар кірмегенде жақсы қуандық біз. Егер адамдар кіргенде бір күн құласа не болады? Сол үшін оның бәрін үйді бұзып тастадық, қазір жаңадан құрылып бастап жатырмыз. Ал территория комфорта 2 деген бар. Ол жерде 2000 адам тұрады. Барып кездескен кезде адамдар айтады, бізде адрес жоқ. Жаңа жедел жәрдем шақыратын болсақ үй жоқ. Сайлау өтті, қай жерге барып дауыс береміз білмейміз. 2000 адам. Түсініңіз ғой? Поликлиника, емханаға баратын болса қай жерде тіркелдің? Адрес жоқ болғаннан кейін қалай тіркелеміз? Бір үйдің өзінде қанша қордаланған мәселе бар. Мынау үстіндегі фасад түсіп атады. Балаларымыздың адам басына түсіп кетсе не болады? Оның бәрін фасадын алып тастап, қазір жөндеп отырмыз. Ондай проблема көп. Тап сондай орбита. Көрдіңіздер, қазір барлығы әлеуметтік желілерге шығара береді ғой. Жаңа балконы қисайып тұрған, мынау үй құлап кете ме деп барлығы. Оның да фасадын жөндеп жатырмыз, жаңа балконның басқасын. Айта берсең сондай проблема көп. Бірақ бір жылда болмайды. Былтыр да айтқанбыз, биыл да айтамыз. Ол бір міне былтыр 10 үй, биыл 20 үй, қалғандар 21-ші, 22-ші, 23-ші жылға дейін созылады ол. Оны айту керек. Себебі ол жерде жобалық сметалық құжаттамасын жасау керек. Сосын оның қаражат көзін, одан кейін оны жаңа конкурс жариялап, оны құрылыс салу керек. Bir үйде үлкен кешендерді кемінде 1,5-2 жыл салады. Сапалы жерге салу керек болатын болса, алдамай. Одан кейін соттасып жатқандар бар. Мысалға, мына үйде мысалға 350 пәтер салып жатыр. Ол жерде 500 үлескер бар. Үстіндегі 150 адамға пәтерді қайдан тауып береміз біз? Бір пәтерді 2-3 адамға сатып жіберген. Сондықтан ол оңай шаруа емес. Бірақ енді мемлекет осы азаматтарды қолдау үшін осындай тиісті бағдарлама салды. Бұл қайтарымды ақша. Мысалға қаражат бөлінді ме 40 миллиард. Сол үйлерді салады. Бірінші жаңа үлескерлердің өзінің құйған қаражатына сәйкес пәтерін береді. Қалған салған үйді сатып, біз соны мемлекетке қайтаруымыз керек. Сонда үлескерлер мәселесі өте күрделі мәселе. Оны қайталанбас үшін біз қазір мониторинг жүргізіп, рұқсатынсыз сатып атқан үлескерлердің компаниясы болса, оның тізімін интернетке жариялап отырмыз. Оған бармаңыздар. Себебі ол алаяқ. Сосын шақырып біз айтамыз оған. Сен мына жерде заңды бұзып жатсың. Ана үлескерлер сияқты қайталауға болмайды проблема. Оның ішінде ірі компаниялар да бар. Сондықтан бұл жерде енді тәртіп керек, сосын жауапкершілік керек. Әрине оны қайталанбас үшін біріншіден құрылыстың да жауапкершілігі бар, бизнес. Айтады, мен бизнес өкілімін, қазір бизнес тексеруге мораторий. Көрдіңіз ғой? Мораторий жарияланған. Қазір осы күнделікті біз көріп отырмыз. Мораторий деп кейбіреулер соны теріс пайдаланып жатқандар бар. Бірақ адамның қауіпсіздігі үшін оны біздің қарап отырмаймыз. Мораторийда да өзінің тиісті ережелері бар. Егер адам өміріне қауіпсіз болатын болса, егер басқа да теріс жағдайлар кері әсерін тигізетін болса, біз барып тексереміз, қараймыз, сөйтеміз, жауапқа тартамыз. Әкімдіктің алдында